Ассаляму алейкум. Бүгін біз тиын жұмсап, үйілген тәттілер пісіреміз. Алдымен шырынын дайындаймыз. Ол үшін кастрюльге су құямыз, лимон бөліктерін саламыз, кесілген имбирь, корицаны және құм шекерді қосамыз. Араластырамыз. Қатты отқа қойып, 5-7 минут қайнағанша күтеміз. Отты өшіріп, суытамыз. Суыған соң тоңазытқышқа саламыз. Енді қамырын илейміз. Шұңғыл табаққа сүт құямыз, құм шекер, тұз, ерітілген сары май, жұмыртқаны қосып, аздап венчикпен араластырамыз. Ұн, қопсытқыш, жүгері ұнын қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа саламыз. Қамырды 3 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті қалыңдығы 5-7 мм болатындай етіп, 4 бұрышты форма жасап жаямыз. Енді 3 см жолақтарға кесеміз. Әр жолақты 1 см-ден 2 рет кесеміз. Кесілген жолақтарды өреміз. Содан соң ортасынан кесіп, 2 шетін түйеміз. Табада пісте майды қыздырамыз. Орташа отта алтын түсті болғанша қуырамыз. Дайын болғанда майдан алып, шырныға саламыз. Бірнеше минут мұздатылған шырында ұстаймыз. Шырынан шығарып, ыдысқа саламыз. Ұсынар алдында жақсылап суытыңыз. Өрілген тәттілер өте дәмді, жұмсақ әрі тәтті болып піседі. Имбирь мен корицаның дәмі, иісі тамаша үйлеседі. Мұндай тәттілер бір сәтте жоқ болары сөзсіз. Ең бастысы дайындалуы өте оңай, шығыны өте аз, астарыңыз дәмді болсын.